Кезекті жөндеуде Mitsubishi L200 автокөлігінің генераторы. Генератордың артынан андай ұзын вал масляный насос қойып кеткен заводтан. Сол масляный насостың мына якордың бойындағы сальниктен мына екі сальник өтіп кеткен май генератордың ішіне қарай кетіп қалған. Бұның енді сальниктерін алдыртып қойдық. Бір сальнигінде мынандай пружин болады, түбі жағында тұрады. Екіншісіне пружин болмайды. Бер жағында тұрады, жоғары жағында. Кіретін бетте тұрады ғой. Мына екі ортада тағы бір сальник бар. Бұл сальникті қарап тұрмын, бұл сальник нормально. Томпайып шығып тұр, мына жерден екі әлеммен қысқан кезде екі ортасын қысылып қатты майды өткізбейді. Шағым сосын генератордың сыртына кетпеген, май ішіне кеткен. Мына сальниктен кеткен. Сосын дополнительный страховка ретінде мынандай герметик әкеліп қойдым. Мына жерге қыттай герметик жағып жіберетін боламын. Чтобы мына сальниктен жіберген жағдайда, в общем, май кетпейді ешқайда. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл генератордың ерекшелігі сода. Мына жерде токосъемный колечкеден подшипник үлкен. Енді мына шүткі мына жерге келеді ғой, реледен шыққан. Шүткіні шығарған кезде, мына генератор ашқан кезде келеді, шүткі мынаған тіреліп қалады. Обычно бұндай генераторларына подшипник кішкентай болады. Мына жерде қытай подшипник тұрады. Шүткі шығады да былай өтіп кете береді. Мына жерде тіреліп қалып тұр мынаған. Енді бұны ашқан кезде өте бір қауіпті генератор екен. Шүткінің басын сындырып жіберу қаупі бар. Бірақ сындырмай ашып алдық. Генераторды толық тазалық қойыпты. Бұның роторы жақсы, 0,7 Ом көрсетіп тұр. Обмоткасы жақсы. Диодный мосты плюске 413, минусқа 420 сопротивление көрсетіп тұр. Релеге шағым түскен жоқ, жалпы генератор зарядка беріп тұрған генератор дейді. Енді сальниктерін отырғызып, генераторды жинайтын боламын. Генератордың сальниктерін отырғызып қойдым. Сальниктер оңай отырады екен, ішіне қолмен салған кезде кіріп кетті. Оңай, өзінікі екен. Енді мынаның реле регуляторын диодный мостын мына жерге отырғызып жатқан кезде қиындыққа тап келдім. Себебі мына реле регулятордың мына жеріне защитный біткен. Пластмасса өзінің жауып тұратын жерін. Сол жоқ, соны алып тастап салған екен. Десем, оказывается, мына реле регулятор бұныкі емес. Мына жерге мынаны салған кезде мына келмейді мынаған. Алдында ремонт жасаған кезде қалай салып жинап жүргенін білмеймін. Бірақ мына жерде қисық тұрып қалды да, енді мынаның ортасына подшипник тіреліп қалып өтпейді ғой қарай. Сосын жаңа иіс айтады. В общем, аккумулятордың свиті жанды, қараса май өтіп кеткен екен. Дейді, оказывается, генератор тоқ бермей қалған екен. Сол сөйтіп мына реле регуляторын ашып тастадым, шүткісінің бәрін түсіріп алдым мына жерден. Арасының бәрі толып қалған боқтық мынау. Топырақ, май аралас. Түсіп тұр. Мынаның ішінің бәрі қоқыспен толып қалған. Маймен кәдімгі балшық иленіп қалған ғой. Содан шүткі мынаның ішін дұрыс жүрмей қалған. Дұрыс жүрмей, коллекторға дұрыс істемеген, содан үшін тахометр ойнаған ба, зарядкасымен бір не істеген. Енді мынаны егеп салайын деп тұр, мынаның ішін келтіріп. Релейдің мына ішкі жағын егеулеп, мына жерге келтіріп қойдым. Әдемі болып подшипник спокойно өтіп кетеді ары қарай. Мана тіреліп қалып тұр ғой маған. Сосын мана ағатып алған пайкымды қайттан пайкіледім, екі шүткіні, сосын шүткісі ішіндегі. Оп-оңай жүріп тұр. Бәсе мана байқап едім осыны деген. Осылай жүрген кезде ауырлықпен жүріп тұрған сияқты болып еді. Іші оказывается мана қоқысқа толып қалған екен. Енді диодный мостты қайтадан отырғызам, релені отырғызам, келтіріп пайкілеймін, сосын қайтып жинаймын ғой. Генераторды толығымен жинап келіп тексеріп қосып қойдым. Насосын бәрі салып қойдым. Бәрі салынып тұр, арасына герметик жағып жібердім, резинканы тек минус плюске тиіп кетпеу үшін страховка ретінде салып қойып тұрмын. Аккумулятордан плюс, аккумулятор состоится. Щитокта аккумуляторный свиті қосылғанда жанатын возбуждениеде. Мен жайлап қосып көреміз. Бұл генераторлар мына екінші штекер арқылы 14-ке түсіреді ол. Мына возбуждение берген кезде, мынандай тексерген кезде 15-тен асырып береді. Себебі мозгамен жұмыс жасайды бұл деген. Объяснение қосамыз. Генератор айтқандай 15-те 2, 15-те 4 зарядка беріп тұр. Өте жақсы жұмыс жасап тұр. Енді мына екі ортадағы сальникті ол машинаға барған кезде, майды қосқан кезде сәтті-сәтсіз шыққан білетін боламыз.